Аяз ата ертегісі. Баяғы өткен заманда кемпір мен шал өмір сүріпті. Шалдың өз қызы, ал кемпірдің өз қызы болыпты. Кемпірдің қызы мейірімсіз, жалқау, ал шалдың қызы мейірімді және еңбекқор екен. Бірде өгей шеше өгей қыздың көзін құртпақ болды. Шал үйден бір жаққа шығып кеткен кезде қызды орманға отынға жіберді. Аяз даланы аралап жүріп қызды кездестірді, амандасты. «Амансыз ба?» деп қыз сыпайы жауап берді. «Бой жеткен саған жылы ма?» деп сұрады Аяз. «Жылы, атай», деді қыз Аяздан дүрілдеп тұрып. Аяз бет қаратпайтын қатты ызғарын одан сайын жіберіп, «Бой жеткен саған жылы ма?» деп сұрады. «Жылы, атай», деп жауап қатты қыз. Осы кезде Аяз қызды аяп, оған мейірімділігі мен шыдамдылығы үшін бір сандық жасау мен мамық киімдерді сыйға тартты. Шал үйіне келіп, «Менің қызым қайда?» деп сұрады. Оған сұрқия кемпір, «Орманда бостан-босқа қашып жүр. Жібермей қойып едік, тыңдамай қашып кетті», дейді. Шал орманға келсе, үлкен шыршаның түбінде құндыз тон киіп, алтынмен апталап, күміспен күптеліп, және бір сандық сыйлықтармен қызы отыр. Шал қатты қуанып кетті. Қызын шанаға отырғызып, оның бар байлығын тиеп, үйге оралды. Қыз үйдегілерге өзінің басынан өткен жағдайды баяндап берді. Өгей шеше мен қызы аһілеп-уһілеп жүр. Дегенмен екеуі сандықты ақтарып, сандықтың ішіндегі бар киімді киіп көрді. Кемпір, «Кәрі қақпас, басқа атты шанаға жылдам жек. Қызымыз екеумізді орманға апар. Бізді Аяздан мыналардан да көп сыйлықтар аламыз», деп бажылдап жатыр. Көп күттірмей Аяз да келіп олармен амандасты. Орманға келіп, қызы мен шешесі Аязды күтті. Олар, «Қайда қаңғып жүрсің? Біз болсақ сені күтеміз деп әбден тоңып қалдық. Сенің қазынаң қай жерде?» деп екі ақымақ Аязға дүрсе қоя берді. Аяз олардың мына сөздерін көңіліне алмай, «Шеше, сізге жылы ма? Бой жеткен саған жылы ма?» деп сұрады. «Қазынаны жылдам әкел, біз үйге қайтамыз. Қолымыз бен аяғымыз үсіп кетті», деді. Аяз оларға жауап берместен бұрылып кетіп қалды. Кемпір мен қыз Аяздың байлығын күтіп ұзақ отырды. Сөйтіп екеуі қар адамға айналып, сілесіп, қатып қалды. Шал қызымен тұрып жатты. Көктемде қызына бір жас жігіт құда түсті. Көңілді той жасалып, олар татулық пен бақытты өмір кешіпті. Осымен ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса менің парақшама тіркеліп,
лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.